Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Үш тәлімгер. Екі қатысушы. Бір мақсат. Рамазан айының пайдасы мен игілігі. Жеңіл, қолжетімді және де әркімге түсінікті. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Құрметті бауырлар, құрметті тыңдармандар. Міне, Рамазан айының соңғы 10 күні бүкіл айдың ең берекелі де пайдалы күндері де өз мәресіне жетті. Бұл айда Алла Тағаланың алдында сауап алу үшін көбірек игі амалдар көбейеді. Алла Тағаланың Субханаллаху ва Тағала разылығына жетуге көптеген мүмкіндіктері бар. Бұл соңғы 10 күн әрбір ұстанған адам үшін ғибадат. Ораза тұрғысынан жеңіл, өткені үлкен кезең артта қалды. Рамазан айының 20 күні өтті. Денені детоксикациялау қазірдің өзінде біраз тәуелдік өтті, және соңғы 10 күн ол оңай күндер. Сондықтан осы соңғы күндері ғибадаттарыңызды жақсарту үшін осы ойларды айтқан жөн. Біріншіден, түндеріңізді жандандырған жөн. Түндеріңізді жандандыру деген нені білдіреді? Айша анамыздан Бухари мен Муслим жинағында жеткен сенімді хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям соңғы 10 түнде көбірек ғибадат етті, ұйықтамады және үйдегілердің барлығын осылайша оятатын. Олар да түнді ғибадатпен өткізген. Бұл күндер орындалуға тиісті тағы бір нәрсе – итикаф. Бұл мешітте тұру. Если пост является преградой для нашего организма, для нашего тела, от еды, питья, то иктикаф... Ораза денемізді тазартса, итикаф адамды Алла Тағаладан алыстататын бос әңгімеден, пайдасыз уақыт өткізуден, қажетсіз танысудан тосқауыл болады. Который отдаляет человека от Всевышнего, от поклонения. Также в этот месяц, в эти последние 10 дней, желательно выплачивать... Сондай-ақ бұл айда зекият беру, садақа жасау абзал. Зекият себебі бұл мүбәрәк күндерде сауап еселене түседі. Оны төлеу арқылы біз мұқтаж жандарға көмектесеміз. Сонымен қатар үлкен сауапқа ие боламыз. А по поводу садака, если выплачивать каждый день последний... Ал садақаға келетін болса, күн сайын 100 теңге болса да, аяқталуына 10 күн қалғанда төлесеңіз, ал қадір түні өзіңіз білетіндей соңғы 10 күнге түседі. Мыңдаған айларға тең, яғни 83 жыл 4 ай. Егер сіздің 100 теңгеңіз осы түнге түссе, онда ол 1000 есе өседі. Кішкентай іс, азғантай сома сізге орасан зор сауаппен қайтарылатынын елестетіңіз. То есть какое небольшое дело, маленькая сумма возвращается к вам огромной наградой. Также сондай-ақ осы соңғы 10 күнде Құран оқу, Аллаға Субханаллаху ва Тағала көбірек құлшылық ету ұсынылады. Рамазан айында Құран оқу оңайырақ. Ал Құран оқығанға үлкен сауап беріледі. Кәдімгі күндері Құран оқыған үшін сауап берілсе, бұл күндері ол 10 есе, 1000 есе артады. Сондай-ақ көбірек дұға жасаған жөн. Последние 10 дней желательно делать побольше дуа. Айша анамыздан соңғы түндерде әсіресе қадір түнінде оқылуы абзал дұға Бухари және Муслим сенімді дереккөздерде последние 10 дней, особенно в ночь предопределения, которая приходит тоже в достоверных сборниках хадиса Бухари и Муслим, это дуа Аллахумма иннака афувун тухиббуль афва фа'фу анни. Уа Алла, расында сен кешірімдісің, жомартсың, кешіргенді жақсы көресің, сондықтан мені кешір. Жалпы осы соңғы 10 күнде мұсылманның ғибадатпен көбірек уақыт өткізуі, пайдасыз, қажетсіз әңгімелерден, бос әңгімелерден алшақтап, барлық намаздарды, әсіресе тарауих намазын мешітте оқыған абзал. То есть иктикафом совершать все намазы, особенно намаз таравих в мечети.
Согласно хадису нашего пророка Мухаммада, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху салям хадисінде, егер бір мұсылман түн намазын мешітте оқса, содан кейін таң намазын мешітте оқса, оның сауабы баршаға құлшылық еткендей болады. Осындай қарапайым әрекет үшін сіз үлкен пайда аласыз. За ночной намаз в мечети, за утренний намаз в мечети вам награда идет, как будто вы всю ночь выстаивали в намазе. Это очень важно. В простых вещах заложена огромная награда. Рамазан айы өзгерістер айы. Пайдалы, жақсы әдеттерге ие болу айы. Бастысы ниет ету керек. Өйткені исламда ниет ең маңызды нәрсе. Как мы знаем, потому что намерение в исламе это самое главное и самое важное. И хотелось бы напомнить в этом то, что естеріңізге сала кетейін, Рамазан айынан кейін келесі Шәуәл айы келеді. По сунне желательно поститься еще 6 дней. Шәуәл айында сүннет бойынша тағы 6 күн ораза ұстаған жөн. Рамазан айының 30 күні және Шәуәл айының тағы 6 күні қосылып, бір жыл бойы ораза ұстаудай тең сауабы бар. Осындай марапатты көріп, біз өз лауазымызды сақтауға тырысамыз. Для того, чтобы сохранить свои привычки, закрепить свои привычки. Рамазаннан кейін әдеттерін сақтап, ораза ұстанған жандарға оразаны мүлдем тастамауға, әр айдың ортасында кем дегенде 3 күн ораза ұстауға кеңес берем. Хотя бы 3 дня в середине месяца. 3 дня в середине месяца. Бұл ораза ұстау әдетін күшейту, немесе дүйсенбі мен бейсенбі күндері ұстанған абзал. Сондай-ақ хадисте айтылғандай, бұл лауазым үшін үлкен сауап бар. Дүйсенбі және бейсенбі күндері Алла тағаланың алдында есеп бар. Ал Мұхаммед пайғамбар саллаллаху салам бұл күндері ораза ұстауды жақсы көретінін, өйткені осы уақытта жасаған амалдарыңыздың апта сайынғы есептері көтерілетінін айтты. Айдың ортасында 3 күндік ораза үшін ай сайынғы ораза сияқты сыйлығы бар. Кіші ораза ұстау арқылы біз әдеттерімізді сақтаймыз және сауап аламыз. Құрметті бауырлар, құрметті тыңдармандарымыз, құрметті жазушыларымыз, құрметті жамағат, мен сіздерге Алла тағаланың разылығын тілеймін. Ол сіздің оразаңызды және барлық ғибадаттарыңызды қабыл етіп, қайтарылатын үлкен сауаптарға ие болуын тілеймін. Жинаған бар жақсылығыңызды мен де тілеймін. Также хотелось бы пожелать вам, чтобы то благо, которое вы накопили в этот месяц, бірінші рет ораза ұстанғандар белгілі бір күндерде оразаларыңызды жалғастырыңыздар. Вы сохранили те привычки, те изменения, те благие начинания, которые вы начали совершать в этот месяц. Кто-то первый раз постится, чтобы он также продолжил поститься в определенные дни. Кто-то первый раз начал читать намаз. Біреу Алла тағалаға ғибадат етуді жалғастыру үшін намаз оқи бастайды. Продолжал поклоняться Всевышнему через этот вид поклонения. Кто-то, может быть, біреу алғаш рет орамал тағып алған болуы мүмкін. Бұл игі іс болашақта оның жанында қалады. Который она совершила этот месяц, продолжала с ним оставаться и далее. Хотелось бы пожелать вам. Мен сізге өзіңізге тілейтін барлық жақсылықты тілеймін. Осылайша, сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызды сақтайсыз. Сохранили с собой и далее. И самое основное в эти 10 дней я советую всем. Ең бастысы, осы 10 күнде мен баршаңызға, құрметті жазушылар мен жамағатқа Рамазаннан кейінгі уақыттағы мақсаттарыңызды белгілеуге кеңес беремін. Оларды қарап шығу үшін, оларды арнайы жазып алыңыз. Бұл мотивация береді. Сіз ие болған нәрселеріңіздің бәрін сақтайсыз. И что вы хотите сохранить. Это будет вас мотивировать, помогать вам сохранить то, что вы приобрели. Ұстаз Азамат Әбу Баязид сізбен бірге болды. Баршаңызға Алла тағаланың игілігі мен сәлемі болсын. Его милости.